Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бар болғаны бір жұмыртқадан, бір кесе айраннан тіске басар дайындаймыз. Өте жылдам дайындалады. Салмасын және пішінін өзгерте отырып, неше түрлі етіп дайындауға болады. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Бөлме температурасындағы айранымызға 1 шай қасық тұз қосамыз, 1 ас қасық қант қосамыз және 1 жұмыртқа қосып араластырамыз. 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз, мұқият араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымыздың жартысын қосамыз. Бастапқыда қамыр өте сұйық болғандықтан силиконды күрекшемен араластырып аламын. Кейін біртіндеп ұн қоса отырып, қолыммен жұмсақ қамыр илеймін. Көп жағдайда тоңазытқышта аз ғана айран қалып қалады. Ашыған айраннан да дайындауға болады. Салма ретінде де тоңазытқышта бар заттарды қолдана беріңіз. Қамырға бастапқыда сұйық май қосуды ұмытып кетіппін. 4-5 ас қасық сұйық май қосу қажет. Әркімде айран әртүрлі және де ұнның тығыздығы да әртүрлі, сондықтан ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Соған байланысты ұнның мөлшері рецептте көрсетілген мөлшерден 50 граммға ауытқуы мүмкін. Нәтижесінде осындай жұп-жұмсақ икемді қамыр шықты. Кеуіп қалмайтындай, ауа өтпейтіндей бетін жауып, шамамен 15 минут тындырып қоюға жібереміз. Осы уақытта салмасын дайындап үлгереміз. Менде бүгін картоп қосылған салма. Оны картоп езбесіне айналдырамыз. Салмамызға сұйық маймен сары майға қуырылған пиязымызды қосамыз. Пиязды 2 майға араластырып қуырсаңыз, салмаңыз өте дәмді болады. Кез келген аскөк түрін қосуға кеңес беремін. Дәміне қарай тұз қосамыз, араластырамыз. Бұл тіске басарды қалауыңызша әртүрлі салмамен дайындай беріңіз. Нұсқаларын видеоның астына жазып қалдырамын. Осы уақытта қамырымыз біршама тынды. Қамырды кіші бөліктерге бөлеміз. Менде осы мөлшерден 16 бөлік шықты, яғни 16 дана орташа көлемдегі тіске басарлар шығады. Қамыр аз ғана қолға жабысады, ұнды аздап себелей отырып, әрбір бөлікті дөңгелектейміз. Дөңгелек етіп жайып аламыз. Мен бүгін 3 бұрышты формада жасағым келді. Қаласаңыз дөңгелек етіп, 4 бұрышты етіп, кез келген пішінде дайындай беріңіз. Қамырды тым жұқа емес, орташа қалыңдықта жаю қажет. Салмасын ортасына салып, қолыммен шеттерін жұқартып, 3 бұрышты етіп, мықтап түйіп аламын. Құрметті менің алтындай көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналымды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Осылай әдемі етіп түйіп алдық. Енді отымызды орташа етіп қойып, 2 бетін қызартып, қуырып аламыз. Қуыру барысында ыстық майымызды тіске басарларымыздың үстінен құйып, осылай процесті жылдамдатсақ болады. Өте дәмді тіске басарларымыз көп күттірмей дайын болды. Ыстықтай дастарханға ұсынамыз. Қамыры сондай дәмді, кез келген салмамен керемет үйлеседі. Көріп тұрғандарыңыздай
қолжетімді құрамынан оңай және тез дайындалады. Дәмі керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 100% ұнайтынына кепілдік беремін. Сіздің де сүйікті рецептіңізге айналады. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Сіздермен болған Салтанат және каналымдағы жаңа еріншек, келіншек Айдары амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.